Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Қазақтың қара өлеңін кие тұтқан, жүрегінің түбінен қайнап шыққан асыл жырларымен қалың жұртшылықтың махаббатына бөленген Жамбыл Жабаев биыл 175 жасқа толып отыр. Медресе мектептің есігін ашып, қолына қалам ұстап, жазу сызуды білмесе де, жастайынан домбыра тартып, жыр жаттады. Қазақ халқының сөз өнерін үйренді. Бала кезінде-ақ Сүйінбай Аронұлының батасын алды. Сондықтан да осыдан кейінгі өлеңдерінде менің пырым Сүйінбай, сөз сөйлеймін Сүйінбай деп ұстазының алдына түспейтіндігін үнемі айтып отырады. Осылайша жастайынан өлең жырға жақын өскен ол 15 жасынан ақ жас ақын, жап-жақсы ақын, Жамбыл ақын болып елге таныла бастаған екен. Бір жағында қалың бұқара, бір жағында бай мен датқа тұрған ақынның алдында кімнің сөзін сөйлеу керек деген замана сауалы тұрды. Қалың бұқараның жоғын жоқтап, мұнын мұндаған ақын бай манаптарды шене білді. Қазақ халық поэзиясының жыр алыбын Мұхтар Әуезов ақындардың ақыны айдын көлдей ақылы деп атаған. Екі дәуірдің куәсі болған ақын өз көзімен көрген өмірдің бар шындығын жырлады. Ал енді сіздің назарларыңызға Жамбыл Жабаев туралы кітаптарды ұсынамыз. Қазақ энциклопедиясы баспасы шығармашылық ұжымының күшімен дайындалып, оқырманға Жамбыл тұлғалық энциклопедиясын ұсынылып отыр. Бұл кітап ұлы бабамыз бен ұрпақ алдындағы парызымыздың бір өтеуі болар деп ойлаймыз. Келесі біздің кітабымыз ол жыр алыбы атанған ұлы ақынның 150 жылдығына орай шығарылған жинақ. Оның ең таңдаулы өлеңдері, айтыстары, дастандары енгізілген. Сондай-ақ Жамбылдың қасында жүріп, хатшысы болған ақын жазушылардың естеліктері, күнделіктері, очерктері де бірге жарияланып отыр. Оқырман қауым ұлы ақынның рухани жыл-маржандай қымбат шығармаларымен қатар, аттай бір ғасыр өмір сүрген жыр алыбының қилы-қилы өмір белестеріне қиын да қызықты тағдырдың мол мағлұмат алар һәм. Жамбыл Жабаев суреттік кітабына ұлы ақынның қазақ және орыс тілдеріндегі таңдаулы шығармалары, Қазақстан өмірінің өзіндік поэтикалық бейнесін суреттейтін өлеңдері, поэмалары мен айтыстары енгізіліп отыр. Кітап кеңестік және қазақстандық суретшілердің картиналарымен сүйемелденеді. Ал енді біздің соңғы кітабымыз ол Сапарғали Бегалин «Жамбыл». Қазақ балалар әдебиетінің көрнекті өкілі Сапарғали Бегалин «Жамбыл» атты деректі хикаяты аты айтып тұрғандай жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың өмірі мен шығармашылығына арналған. Ұлтымыздың ұлық өнері, сөз сайысы, айтыс ақындары туралы келелі сөз қозғалып, сол уақыттың әлеуметтік тыныс-тіршілігі, қоғамдағы қайшылықтар басып айтып, жас өскінді ақындық биіктіктің асқар шыңдарына жетектейді. Жамбылдың ғұмырнамасы өнегелі өмір сериясынан шыққан емес. 20 ғасырдың әмірі аталған қазақ халық поэзиясының атасы 100 жасаған. Оның 85 жылын ақындық өнермен өткізіп, бүгінде өлең жырлары 50-ден астам шетел тіліне аударылған алып ақын. Қазақтың қазақ екен, қандай халық болған, мәдени, рухани мұрасын түсініп, өзіңді байыту үшін алдымен Абай мен Жамбылды, содан кейін қалған әдебиет үлгілерін оқып үйрену керек.